Төсіңде Алланы көру, барлық жаратылысты көруге болғанда, төсіңде жаратушыны көруге болатынына көп адам сенбейді. Сенбейтіндер көкірек көзі жабықтар. Өзі сол Алланы көкірек көзі ашықтар көреді. Бір мәселені айта кетейік, Алланы денемен көретіндер бар, яғни қол, аяғы, басы дегендей. Адам сипатымен көргендер бар. Біздің ахли сүнна ақидасында Алланы денесі бар деп айтуға болмайды. Ал сонда түске кірген денесі бар Алланы жоққа шығарамыз ба? Жоқ, шығармаймыз. Оның түсіне мән береміз. Егер ол Алла түсінде дінге қарсы нәрселер айтса, онда ол кірген Алла емес, басқа жаратылыс. Себебі адамзат тарихында мен құдаймын деп өткен қаншама бұзақылар бар. Ал төсіңде дене болып кірген Алла саған өзінің шариғатын меңзесе, бұйырса, оны періште деп қабыл етеміз. Неге дене болып кірді дейтін болсақ, ол сенің сана сезіміңнің өлшемімен кірген. Алла деп сен қабыл еткен болуың мүмкін. Алланы кімдер көреді және ол неге жорылады десек, біріншіден Алланы жаңа айтып өткендей ақиқатты қабыл еткендер, немесе ақиқатты қабыл етуге дайын адамдар көреді, яғни ислам хақ дін, Алла рас, пайғамбар рас деген бұл түсті көреді. Иманы кәмілдер бұлар. Не көрсе де иманын бүтін сақтағандар, ақиқат Алла деп қабылдағандар, түсінде сол иман еткен Алласын көреді. Екіншіден бұл түсті Құранды көп жаттаған немесе көп оқыған адам көреді. Себебі Құран Алланың кәләмі, яғни сөзі. Сен онымен көп сөйлескен сайын ол саған көрінеді. Кейбіреудің әдеті бар, таңда бір, бесінде бір, құтпанда бір Құран оқитын, міне осылар Алланы көру мүмкін. Және үшінші топ Алланы көретін, олар науқас адамдар. Бұлар дұғасы қабыл болатын жандар. Сондықтан сәл ауырып қалсаңыз да өте көп дұғада болыңыз. Екі дүниенің ортасында тұрғандарға Алла көру нәсіп еткен. Бұл дүниеде қаласыз ба, жоқ о дүниеге аттанасыз ба, сол түсіңізге кірген жаратушы Алланың қалауындағы іс болмақ. Түйін, Алланы кімдер көреді? Бірінші, иманы мықтылар, екінші, Құранды көп оқығандар, үшінші, науқас жандар. Қай топта Алланы көрсеңіз де тек жақсылыққа жорылады. Және қалай көрдіңіз, не айтты, тура мағынасында жорылады.